Қайырлы күн баршаңызға. Мандарин қосылған пирог дайындаймыз. Қажетті заттар: 1-2 үлкен мандарин, жұмыртқа, қант, сүт, сұйық май, ұн және қопсытқыш. Мандариннің сыртын осылай қайшының көмегімен алып тастаймыз. Сыртымен қоссаңыз дәмі қышқыл болып кетеді. Сондықтан мен осылай барлығын сыртын ашып шықтым. Бір жұмыртқаны қосып, қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Сүт қосамыз. Сұйық май қосып араластырамыз. Ұнға қопсытқышты салып араластырып аламыз және аз-аздан салып отырып тестасын дайындаймыз. Формамызды майлап аламыз. Менде 20 диаметрлік. Тестаны құямыз. Мандариндерді кішкене батырып саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минуттай пісіреміз. Мінекей, пирогымыз дайын болды. Өте нәзік болып шығады. Иісі деген бүкіл үйді алып, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлығымызға ас болсын. Сіздермен болған Айжан.